мындай LG инверторный компрессормен мындай платасы бар. В общем, мына инверторный компрессорды Аллах қаласа ауыстырамыз обманкамен. Простой компрессор қоямыз. Инверторный FMS 088 нама. Осыны Аллах қаласа ауыстырамыз. Жаңа неге простой компрессорге обманка қойып. Иншалла. Так. LG мынау жаңасыздың. Моторымыз күйіп отыр. Театр істеп тұр, мотор күйіп кетті. Дауыс өзгеріп кетеді. Бітті шаруасы мотор. Бисмиллах деп бастаймыз. Аллах насіп етсе, LG холодильник бар ғой. Инверторный соның платасы. Оған обманка саламыз. Обманканы саламыз. Иншалла. Обманка дегеніміз инверторный компрессордың орнына простой мотор қоямыз. Простой мотор қоямыз да. Аллахтың қалауымен. Назад нести. Поехали. Так.
Ne oldu? Dayın. Почти. Бәрі біліммен істелініп жатыр жалпы. Сол үшін қорқудың қажеті жоқ. Алла қаласа бір нем бар келатқан. Созатын білсем де жерден ондай қарап отырмаймын желіп. Жазалып жібереді. Специально сондай. Болгарканың кішкентай түрде өтейші. Dayın. Alhamdulillah. Так, міне, 220 істейді. Сосын жеріндегі бәрін шығарып, жуып отырық. Полный. Тіпті сақыл осылай. Салардың алдында тазалап алдық. Так, 220 істейді. Қазір платысын саламыз, аласыз көрсетеміз. Моторымызды салдық. Айналасын бәрін салдық. Вентилятор айналып бастады. Бәрі жалғадық. Енді фильтр ауыстырып, компрессор бір қосылған күтуіміз керек. Обманкамыз істеп тұр. Қазір задержкамыз істейді. 6 минуттен кейін, Аллах қаласа, 6 минуттен кейін қосылады. Ешқандай проблемасыз істеп бастады. Алхамдулилля. Қазір 220-ға істейтін болады. Оның алдында инверторный компрессор тұрған. Инверторный компрессорын алып тастадық. Мынау өзінің кім не? 0.88 алма деген. Холодильщиктер білет жалпы. Так, запуск бәрі жалғанды. 220 шығып тұр, міне. 220 прямо анаған барып тұр. 220 істейтін компрессор. 220, 240. Инвертор емес. Обычный компрессор. Аллах қаласа енді без проблем жасайды, Аллах қаласа. Короче, тек инверторға қарап қалмаймыз. Инвертор ауыстырып берсе, инвертор салып береміз. Егер де простой ауыстырып берсе, простой салып береміз. В общем, бізде андай тупик деген істемеу керек біздер соны. Сол үшін біздер безвыходное положение деген болмау керек, бір затқа зависеть етіп отырмау керек. Мысалы, инверторыма тек қана инверторге қарап отырмау керек, басқа да жолдармен осылай істеуге болады деген мағына ғой. В общем,